Қайырлы күн достар, 18 сәуір, ертісте сәлем баршаңызға. Бүгінгі мэр жаттығу Қадыр Мырзалиннің Құрманғазы деген өлеңін айтып берейін сіздерге. Қазақтың біртуар күйшісі, адуынды күйші. Болғаннан соң құреке өзің кетті, боран толы домбыраң есілдетті. Жағадан ап сілкетін күйлеріңді тартсаң болды ұйқы ел үзілмепті. Атылғандай ал қызыл ашып қаның, адуын күйінген қарысқанын, сені тыңдап отырған жасық жігіт аңғармапты төрден кеп бір шыққанын. Күйлеріңдей күйлердің бармасқаға, құмыта дел көңілді зар басқанын, сені тыңдап отырған жасық жігіт аңғармапты найзаға жармасқанын. Көңілденіп үстінде құрақ шыттың, күй сапырып осылай жыра шыттың, көбік шашқан сезімге қойып кетіп, келешектен бардында бірақ шықтың. Қайда жүрсе тілеген ел саулығын, қайран елге салушы ед тұсауды кім. Заманына жалынан сипатпаған ұлылығың осынау асаулығың дейді. Қалай тура айтылған достар, қараңыздар. Асаулық деген қазақ мінезінің ішіндегі бір бөлігі. Жаңағы асау атқа екінің бірі міне алмайды, асау адамға екінің бірі басын алмайды деген секілді. Міне қарасаңыздар, ертіс секілді. Асау адуынды өзенге түссеңіздер, асау мінез қалыптасады деп сенемін. Баршаңыз сәттілік, менде суық пен шынығу. Başa koysun benim. Oh!